Бәріне ассалаумағалейкум. Бүгін біздің каналда сіздер көптен күткен выпуск. Себебі бүгінгі выпусктың тақырыбы қалай біз өсетін, сізге ақша алып келетін сапалы, мықты акцияларды таңдаймыз, оған аналитика жасаймыз, қалай оның бәрін іздеп табамыз, соны түсіндіретін боламыз. Сол себепті видеоны асықпай дұрыстап көріңіздер, себебі бұл информацияны басқа адамдар сіздерге миллионға, 2 миллионға рассрочкаға сатады. Ал мен бұны тегін бермекшімін, себебі менің мақсатым әр қазақты бай қылу, әр қазақ осы инструменттерді білсін, білгеннен кейін дұрыс әрекеттер жасасын деген ойдамын. Сол себепті видеоны соңына дейін көріңіздер, каналға тіркеліп алыңыз және лайк қойып кетіңіз. Мені танымайтындар болатын болса, менің есімім Елжан Сайдағали, жасым 23-те, үйленгенмін, бір балам бар. Осы инвестиция әлеміне келгеніме 1,5 жыл болды. Осы 1,5 жыл бойы мен өте көп информация іздедім, кітап оқыдым, курс өттім, консультат өттім. Енді қазіргі уақытта ол жиналған біліммен ақырында бөлісіп бастағым келеді. Сол себепті осылай менің каналымда әрдайым пайдалы информация болады, мышление жайлы, ақша жайлы, қаржылық сауаттылық жайлы. Сол себепті осы каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ал кеттік, кез келген инвестиция жасаған кезде біздің басты негізгі екі показатель болады. Ол біріншісі ол фундаменталды анализ, ал екіншісі ол бізде техникалық анализ. Ал үшіншісі ол сіздің жеке стратегияңыз. И осы үш нәрсе бізге сәйкес келетін болса, біз ол акцияны өзіміздің портфелімізге қосып, осы арқылы өзіміздің табысымызды тауып, өзіміздің капиталымызды көбейте аламыз. Біз үшін ең бірінші не маңызды десек, ол кез келген акцияларды таңдау үшін біз әртүрлі сайттарды және жеке қосымшаларды білу керекпіз. Оның ішінде мысалы Finviz бар, Zoya бар, Yahoo Finance бар, Open Insider бар. И осы төрт негізгі сайтпен бүгін танысатын боламыз. Ең бірінші сайт ол бізде Finviz деп аталады. Finviz кезінде мына скринер дегенді бассаңыз, бізде мынашта өте көп инструменттер шығады. И бұл инструменттердің барлығы не десеңіз, ол өзімізге сәйкес келетін, яғни показательдерді қойып, өзіміз, яғни 50 мың, 10 мың, 100 мың компанияның ішінен нақты өзімізге сәйкес келетін инструменттерді таңдап аламыз. Бірақ та бұның барлығын түсіну үшін мен қазір жеке тоже тоқталып өтемін, себебі мынашта көп инструменттер бар. И өзімізге керегін сіздер және де қойып үйреніп алу керексіздер. И Finviz деген сайт негізі кез келген компания, мысалы ойлап қарайық. Біз ойлаймыз, допустим, давайте былай жасайық, капитализациясы мысалы 2 миллиардтан жоғары компаниялар. Қанша екен? 11 мың болды, ал қазіргі уақытта мысалы 2057 ғана болып қалды. И дәл осылай өзімізге сәйкес инструменттердің бәрін қойған кезде бізде осы 10 мың компанияның ішінен 20-15 компания шығады. И соның ішінен біз таңдап келесі компанияларға өтеміз. Сол себепті осы Finviz деген сайт жаттап алыңыздар, бұған әлі қайтып келеміз. Одан кейінгі бізде қандай инструмент десеңіз, ол бізде Zoya деген приложение. Zoya деген не десеңіз, біз кез келген компанияны осы арқылы тексере аламыз. Мысалы, біз жақында Marvel деген компания кірдік. И былай басамыз да қараймыз. Marvel Technology, Marvel Stock is Sharia Compliant. Ол не деген сөз? То есть Marvel компаниясы ол бізде шариғат бойынша сәйкес келеді. Ол бізге, яғни бұл компанияға инвестиция жасауға болады деген белгілі бір галочкамыз болып табылады. Себебі біз кез келген компания таңдаған кезде ең бірінші кезекте осы нәрсені тексереміз. Сол себепті міне көрдіге TradingView, сол себепті көрдіге мынашта бізде біріншіден Finviz бар, екіншіден бізде Marvel Technology, Сол себепті бұл жақта біз екі сайтты көрдік. Ол біріншісі Finviz, екіншісі ол бізде Zoya Finance. Осы екі сайт бізге основном көмектеседі. Енді қалғанын біз уже по галочкам жүріп өтейік. Кеттік. Ең біріншісі, мысалы біз белгілі компанияға инвестиция жасағымыз келеді. Ол компанияны көрдік, хорошо. Кеттік. Ол үшін біз не істейміз? Ең біріншіден жаңағы Zoya приложениесіне кіреміз де, сол компанияны іздеп қараймыз. Мысалы, бізге мақсат, допустим, Amazon компаниясына инвестиция жасау да. Біз бірінші не істейміз? Amazon, Zoya дейміз. И іздей саламыз. Так, кірген кезде questionable дейді, то есть күмәнді дейді. Все, хорошо. Күмәнді болатын болса, күмәндіні тоқтата салу керек, себебі ары қарай іздеу особо маңызды емес, себебі біз енді күмәнді нәрсеге жоламай қойғанымыз өзімізге дұрыс. Так, онда Google дейік. Енді бәріміз білетін компаниялар жасап жатырмыз специально, чтобы түсінікті болу үшін. Тоже күмәнді дейді. Онда давайте Apple дейік. Все, Apple. Так, Apple бізде уже болады екен. Apple шариғат compliant дейді, то есть шариғатқа сай. Все, кеттік. Бірінші біз не істедік? Алдық та мынандай түк еткізіп галочка қойдық. Енді Apple-дың соңғы 3-5 жылдағы өсімі қанша екен? Мынашта EPS деген не бар, показатель бар. Ол показательді көру үшін біз не істейміз? Опять же, Finviz'ға кіреміз. Мына жақта search sticker деп тұр. Apple жаза саламыз. Apple Incorporation шықты. Қазіргі бағасы 266 екен. И біз EPS-ін қазір қарайық. Не? EPS next year, EPS next year, next quarter. Бұл жақта біз не бақаймыз? Міне EPS this year деп тұрды. Бұл дегеніміз не деген сөз? Осы компания соңғы бір жылдың ішінде қанша есе оның пайдасы өсті.
жалпы қаншалықты өсіп келе жатыр. Ол бізде міне 13.94%. Біз үшін ол нашта екінші галочка болады. Себебі егер де өсім бізде жаңағыдей 10%-дан жоғары болатын болса, соңғы 3-5 жылда өсіп келе жатса, ол біз үшін идеальный момент болып табылады. Сол себепті біз бұған тоже галочка қоямыз. Келесі показатель ол бізде price to earnings деген нәрсе, то есть бағасы және оның табатын табысы. Енді орташа көрсеткіш ол соған төмен бе немесе жақын ба, соны бір тексеріп өтейік. Мысалы Apple компаниясында PE 33-ке тең екен. Хорошо. Ал технология саласында средний PE ол бізде 25-тен 40-қа дейін дейді. Так, бұл бір сөзбен айтқанда, егер де 40-қа дейін болатын болса, бұл ровно ортасында тұр. И плюс оның болашақтағы PE-сі, мысалы forward PE-сі ол 28 болып тұр. Яғни оның болашақта табатын пайдасы арқылы компанияның значит PE-сі түседі. Бұл дегеніміз не деген сөз? Что біздің компания ол болашақта оның пайдасы өсуі мүмкін деген сөз. PE деген не десеңіз, мысалы price деген, енді өзіңізге біреу мысалы айтады да, брат сен короче мен бизнесім сатып ал дейді. И сосын сіз сұрайсыз, сен бизнесің қаншаға сатасың дейді, ол 20 миллион дейді. Хорошо, саған таза пайда қанша келіп жатыр дейді, ол айына 2 миллион дейді. Сосын сіз ойланып тұрасыз да, соны қара, сен 2 миллион теңге табатын бизнесің 20 миллионға сатасың ба дейсіз. Сол кезде сіз 20-ны 2-ге бөлетін болсаңыз, яғни 20 миллион деген price, earnings деген 2. Сонда сізде ол 10 деген показатель шығады. И сіз уже не істейсіз, ойланасыз ғой, яғни тоқта мен сондайға 20 миллион құям, сосын 10 айда оны ақтап алсам, ол примерно мынандай алып келсе, бұған стоит па, не стоит па деп. Бірақ оның стоит па, не стоит па екенін қалай сіз біле аласыз? Дәл соның конкуренттерінен сұрайсыз. Мысалы, ол аяқ киім сататын болса, аяқ киім сататын басқа магазиндердің бәрін сұрап шығасыз. И біреу айтады да, біз 5 миллион тауып жатырмыз, бірақ та мен 15 миллионға сатайын деп жатырмын бизнесім дейді. Сіз ойланып қаласыз, так, мынанікі price to earningsі 3-ке тең, ал мынанікі 10-ға тең. Тағы біреуін қарайсыз, ода 20-ға тең екен. Тағы біреуін қарайсыз, 7-ге тең екен. Сол кезде бізде средний показатель негізі 7 болу керек, ал сізге бизнес ұсынып жатқан кезде ол сізге 10 деген показательмен ұсынады. И сіз ойланып бастайсыз да, так, значит, бұл деген не стоит қой, 10 есе алған, давай лучше мен басқа бизнестерді қарайын. И сіз дәл осылай, то есть акция таңдаған кезде де дәл осы қадамдарды жасайсыз да, өзіңізге керек инструменттерді таңдап аласыз, керек акцияларды таңдап аласыз. И осы арқылы біз кез келген компанияның по факту бизнеске негізгі показателін көре аламыз. Сол себепті price to earnings деген ол негізгі показательдің бірі болып табылады. И біз үшін бұл тоже галочка, себебі тым қымбат емес пе дейді. Біз үшін керемет. Сол үшін давайте келесі қадамға өтеміз. Келесі қадам ол бізде ROE деген нәрсе. ROE деген return on equity. То есть бұл не деген сөз? Мысалы қараңыз, сіздің қолыңызда 100 миллион теңге бар, и сіз осы 100 миллион теңгеңіз ол недвижкада, акцияда немесе тағы да бір наличкамен жатыр. И сіз бір жылдың ішінде қанша осы 100 миллион теңгемен пайда таба аласыз. Мысалы сіз оны инвестиция андамында салып, үстінен 5 миллион теңге тапсаңыз, сіздің ROE-ңіз 5% болады. Осы 100 миллионмен үстінен 50 миллион тапсаңыз, инвестиция арқылы сіздің ROE-ңіз 50% болады. Ол деген өте мықты деген сөз. Ал біздің жағдайда ол хотя бы 15-20%-дан жоғары болу керек. То есть 15%-дан жоғары болатын болса, яғни мысалы капиталды басқаратын менеджмент, сол капиталды дұрыс басқарудың арқасында, бір сөзбен айтқанда компания өсіп жатыр, и олардың табысы да көбейіп жатыр деген сөз. Сол себепті біз үшін ол өте маңызды показатель. Оны қарау үшін не істейміз? Дәл бағана Finviz сайтына кіреміз и ROE деген нәрсені іздейміз. ROE деген нәрсені қарайтын болсақ, return on equity деген 152%. Бұл деген бір сөзбен айтқанда өте мықты показатель. Себебі, мысалы ойлаңыз, олардың қолдарында 100 миллион бар, бірақ 100 миллионды олар бір жылдың ішінде 250 миллионға айналдырып отыр. Бұл деген не деген сөз? Менеджмент вообще гений, молодец деген сөз. Сол себепті бұл жаққа біз тоже галочка қоямыз. Керемет. Келесі, енді current ratio. Current ratio деген не деген сөз? Компанияның ертең банкрот болып қалмауына кепілдік болып табылады. Бұл нәрсе тоже өте маңызды. Тем более именно халалдық жағынан қарайтын болсақ, бұл нәрсе тоже бізге керек нәрсе болады. Current ratio деген қалай есептеледі десеңіз, мысалы ойлаңыз. Сіздің қолыңызда 20 миллион теңге ақша бар. И осы жылы сізге мысалы 10 миллион теңге кредит жабу керек жылдың соңына дейін. Сол кезде ол қалай есептеледі? Сіз 20 миллионды аласыз, қолыңызда бар ақшаны. И осы жылы жабу керек, жаңағындай суммаңызға бөлесіз. Сол кезде 20 миллионды 10 миллионға бөлсеңіз, сізде 2 деген показатель шығады. Сол кезде ол не деген сөз? Что сіз өзіңіздің қарызыңызды спокойно, яғни жарысына жаба аласыз. И осы арқылы біз не істей аламыз? Компания именно осы жылы жабылып қалмауына біз өзімізге кепілдік бере аламыз. Примерно оны мына жақтан іздеп көрейік, что бірден понятно болатындай. Қараңыздар, мысалы бұл компанияның current ratioсы қанша? Бізде 0.97. Бұл жақта біз ойланып қаламыз. Мысалы қараңыздар, current ratioсы қанша? Мысалы бізде 100 миллион бар. 100 миллион мысалы бар болса да, бірақ та біз осы жылы 103 миллиондай кредит жабу керекпіз примерно. И сол кезде біз ойлап қарасақ, Apple компаниясы бағана күштеп келе жатыр еді, чота, бірақ та мына жағы бір түрлі екен деп ойланып қаламыз да. Айтамыз, так, онда чота не то, давай.
онда келесі қадам, біз мына жаққа уже галочка қоймаймыз, себебі біз үшін ол қалайынан current ratioсы хотя 1,5-2-ден жоғары болу керек. Бізде уже мына жақта галочка жоқ. Галочка жоқ болса да, енді біз жалғастырып зерттей берейік, себебі бізде бұл видео максимальный информация мақсатында айтылған, сіздер көп нәрсені түсініп алу үшін. Кетті. Келесі depth бөлінген equity. Бұл да өте понятный нәрсе. Depth equity деген не деген сөз? Міне мына жақта тұр. Ол бізде 1,03 деген показательға тең. Depth деген не деген сөз десеңіз, ол қарызы бөлінген капиталы. Мысалы, сіздің қарызыңыз 10 миллион, бірақ та капиталыңыз 100 миллион болады. Сол кезде сіздің depth equity-іңіз қанша? 1 бөлінген, то есть 10 миллион бөлінген 100 миллион тең болады 0,1. Бұл да не деген сөз? Сіздің қарызыңыздан сіздің капиталыңыз 10 есе көп. Мына жағдайда қалайдан олардың қарызы бөлінген капиталы, наоборот, бірден асып кеткен. Ол деген сөз, получается, бұл компанияның өзінің капиталы 500 миллион, ал қарызы 505 миллион. И соның кесірінен ода 1,03 деген показатель шығып тұр. И біз ойлаймыз да, былайынан, что-то бұл нәрсе тоже опасно, себебі неге бұл жақта бұл компания былайынан тормозтеп жатыр. Что-то болмайды ғой дейміз де, уже бұл нәрсені тоже және қараймыз да, біз галочка қоймаймыз. Уже бізде 2 галочка өтіп кетті, бұл нәрсені тоже қарау керек. Бірақ та бұның барлығы не деген сөз болуы мүмкін? Иногда компания өте үлкен қарызға, кредитқа кіріп кетеді, себебі қатты өсу барысында болады. И сол кезде тоже байқау керек те, то есть бірақ та кішкене рискованно, по-любому рискованно болады. Сол себептен андай дұрыстап ойланып, ақырында бүкіл показатель қарап болғаннан кейін ғана барып уже сатып алу керек. Кетті. Келесі бізде net margin деген нәрсе. Net margin деген ол таза пайдасы. Бізде маржа деген нәрсе ол екіге бөлінеді. Gross margin және net margin. Gross margin мен net marginді салыстырайық. Мысалы, мына жақта ол бірден көрінеді. Gross margin деген міне 43%. Operation margin, profit margin деген міне net margin деген именно чистая прибыль дейді ғой. Мысалы, мынандай iPhone сатады. iPhone мысалы 1 миллион теңге тұрса, оның 470 мың теңгесі, то есть 530 мың теңгесі, ода не болады? Оның себестоимости болады. То есть производствосына, коробкасына, материалдарына кеткен ақша болады. Қалған 470 мың теңгесі ол компанияның пайдасы. Бірақ та компанияның пайдасы ол бәрі саналмайды ғой, себебі оның маркетингтің ақшасы бар, команданың ақшасы бар, қанша басқа операционный расходтар бар. Яғни бір сөзбен айтқанда, бүкіл расход алып тастағаннан кейінгі таза пайдасы, именно директорлар, негізгі инвесторлар бөлетін, ол бізде мынау profit margin, то есть таза пайдасы 27%. Сол кезде ол получается қалай? 47% маржа ұстады. Тағы да соның примерно 20% туда-сюда командаға, маркетингқа кетті. И қалған міне 27%, таза 27%, ол получается каждый сатқан ақшасынан 27% примерно чистая прибыль табады екен. Бұл деген не деген сөз? Компания жақсы, яғни бізде хотя бы ол жоғары болу керек. Енді кейбір компанияларда, мысалы Microsoft сияқты, мысалы мен бірден көрсете салайын. Кейбір компанияларда ол тіпті жоғары болады. Тіпті жоғары деген ол қалайда, мысалы Microsoft іздеп көрейік. Қараңыздар, оның profit margin 39%. Ал Apple-дікі жаңа қанша болды? 27% болды. Сонда бұл жақта почти 40%-ға кетеді. Бұл деген тіпті мықты, себебі бұлар программный обеспечение сатады, а оның себестоимости жоқ. Бұлар почти ақшаны, в общем, кайфпен табады ғой. Сол себепті осылай біз әртүрлі компаниялар салыстыру арқылы ғана, яғни қай компания дұрыс, қай компания не үшін екенін нақты көре аламыз. Сол себепті сіз всегда зерттеуді осы қарапайым тілмен білу керексіз. И сол кезде сіздің өміріңізде көптеген нәрсені түсіну жеңіл болады. Сол себепті енді net margin бойынша, хотя бы менің ойымша 30%-дан жоғары болса, даже 20%-дан жоғары болса, мен үшін ол нормально. Сол үшін біз давайте Apple-ға тоже галочка қояйық, маржасы жақсы деп. Келесі показатель ол бізде free cash flow деген нәрсе. Бұл нәрсе тоже біз үшін маңызды, себебі жалпы компания қанша оның таза қолында шынайы ақша бар. Мысалы, енді қалай болады? Кейбір компаниялар былай жасайды. Яғни на бумаге дейді ғой, мысалы бағанағындай net income тапты, чисто profit margin тапты, ақша түсті. Бірақ та ол ақшаны полностью бүкілін қайтадан реинвест жасап жіберуі мүмкін. Реинвест жасағаннан кейін оның қолында таза өзінің ақшасы қалмайды. И бұл дегеніміз не деген сөз? Яғни бұл бір жағынан жақсы, ал бір жағынан жаман деуге болады. Мысалы, егер де дивиденд алғыңыз келетін болса, конечно, ол ақшаның сізге қайтып келгені жақсы ғой. Егер де компания дамысын, өссін десеңіз, ол кезде уже free cash flow-дың бәрі компанияның дамуына, өсуіне, компанияның бағасының өсуіне кетсе, ол сіз үшін более тиімді болады. Сол себепті біз мына бұл показательға тоже қараймыз. Прайс деген не десеңіз, міне бағана айтқандағы нәрсе, капитализациясы, қанша оның бағасы, және оның free cash flow. Біз мына көретін болса, капитализациясы міне 3,9 триллион доллар болады. И примерно price to cash flow наверное керісінше бөле салсақ, бізде примерно бір сумма шығады. Где-то 1 триллион ба? 10 миллиард па, 100 миллиард па, примерно сондай сумма шығады.
И бұл нәрсе арқылы біз не түсінеміз, то есть бұл бізде средний показатель, то есть тым жақсы да емес, тым жаман да емес, ну в общем біріншіден айтқанда бұл нормальный показатель, то есть компанияда тірі ақша бар. Егер тірі ақша болмаса, значит ол бізде андай қызыл болып жанып тұрады, бірден көрініп тұрады. Сол себепті біз осы нәрсені тоже түсінетін боламыз. Сол себепті давайте оңмәнді ма, то есть тірі ақша бар ма, бар, все, плюс кеттік, керемет. Енді келесі қадам ол бізде инсайдер трейдинг деген нәрсе. То есть бұл нәрсені тоже қараймыз. Мысалы, оны қарау тоже өте пайдалы. Біз мысалы соңғы 6 айдың ішінде жалпы осы компания директорлары акция сатып алды ма? Инсайдер деген нәрсе кім десеңіз, инсайдер деген мысалы бізде белгілі бір компания бар. Ол компания ішіндегі жаңалықтарды ең бірінші кім естиді? Оның основной бастықтары, заместительдері, управлениеде адамдар немесе жай ғана қарапайым сотрудниктер естиді. И ол адамдар енді, конечно, тоже ақша тапқысы келеді, сол себепті олар белгілі бір компания акциясын сатып алуы мүмкін. И біз бұл нәрсені спокойно тексере аламыз, себебі бұл кәдімгі ақш-тың заңы бойынша кез келген инсайдер ол өзінің информациясын көрсету керек, өзінің яғни транзакциясын көрсету керек, себебі бұл ақш-тың заңы. И біз осыны Open Insider деген сайт арқылы көре аламыз. Мысалы біз Apple деген тикер жаздық, AAPL. И значит астынан қараймыз. Қарасақ, бәрі не істеп жатыр? Бәрі сатып жатыр екен, соңғы 6 айдың ішінде. Так, міне 2025-тен бастап көбісі сатыпты. Минус. Возможно, олар белгілі прибыль тауып сатуы мүмкін, яғни өздері азырақ ақша тауып. Тимоти Кук дейді. Қараңыздар, Сейл, Тим Кук. SEO-ның өзі сатқан ғой, міне ашықта тоже сатыпты. Енді ақша керек болып қалғанша, бірақ та білмеймін. Бірақ та нормальный суммаға уже сатыпты. Хорошо дейміз. Жақсы дейміз. И получается біз мына жаққа тоже плюс қоймаймыз. Все, галочка жоқ. И осы арқылы кез келген компания тексере аламыз. Бағана мен айтқанда MSVT, яғни Microsoft тексере салайық. Чтобы сіздерге қызық болу үшін. Өйткені мен алдында тоже тексергем. Microsoftта жақсысы міне осы жылдың басында міне 2 покупка болған. Яғни почти міне мынандай суммаға. $2 миллион и $1,5 миллион. Енді Америка үшін бұл қатты көп сумма емес, но бірақ та оның алдында бәрі сатқан. Сатқан кезде көрсеңіздер, бағасын қаншамен сатқан? Көрдіңіздер, 518, 504, 520, 7, 460. То есть бірінші айтқан көбісі прибыльден сатқан ғой. Себебі астында төмен бағада алған, белгілі прибыльден сатып, өзінің капиталын шығарып, может, үй алған шығар, машина алған шығар. Но осылай біз көре аламыз. Кез келген показатель ол біз үшін түсінікті болады, көре аламыз, и біз үшін бұл үлкен плюс. Бірақ мына біз Apple үшін галочка қоймаймыз. Келесі бізде керек сайт, ол бізде мынау Yahoo Finance деп болады. Yahoo Finance'ға просто бағанағындай APL деп жаза саламыз. И біз соңғы осы жақтағы 6 айдың жаңалықтарын бәрін оқып шығу керекпіз. Не болып жатыр? Түк бәрін оқып шығамыз. Жақсы болып жатыр ма, жаман болып жатыр ма, не істеп жатыр, қалай істеп жатыр? Аналитикалық бағасы не көрініп тұр, тоже қазір 266, бұйырса 297-ге барады деп қояды. Значит, бізде әртүрлі тоже показательдер бар екен. Бағана показательдерді тоже көрсеткен, рентабельность активов, соның барлығы. И біз осылай тоже түсіне аламыз. Мына жақта енді қазір оқып отпаймыз, сонда бірақ та полностью соңғы 6 айдағы жаңалықтардың, 3 айдағы жаңалықтарын оқып шықсаңыз, уже компания жайлы более-менее түсінік пайда болады. И осы арқылы біз тоже өзімізге шешім қолданамыз. Мысалы, біз үшін прогноз өсіп тұр, жаңалықтар более-менее жақсы деген сияқты галочка қояйық. Но кәдімгі зерттеу керек, оны прям оқу керек, өйткені основной нәрсе негізі осының ішінде жатады. То есть компания өсе ма немесе құлай ма, ол өте кішкентай ғана деталь болуы мүмкін. И ол детальді мысалы көп адам ұмытып кетеді деп потом. Бірақ та компания сатып жатқан кезде ол артта фук деп өсіп кете салуы мүмкін. Сол себепті жаңалықтарды прям біліп, ең ключевой нәрселердің бәрін жазып алу керек. Сол кезде сізге осы компания жайлы, оның не істеп жатқаны, қандай сделка жасап жатқаны, қандай инвестиция жасап жатқаны бәрі көрінеді. И осы арқылы біз және де болашақта жақсы пайда таба аламыз. И осы нәрсенің бәрін тексергеннен кейін компания бізде өсуін, жалпы не істеп жатқанын, қалай істеп жатқанын бәрін фундаментал түсінгеннен кейін біз уже бір кішігірім шешім қабылдай аламыз. Компания кіруге стоит па, не стоит па, ұзақ мерзімде. И бұл жағдайда уже біз бір галочканы аяқтадық. Бірақ та бұл бізде әлі де соң емес, себебі біз тек қана фундаменталды анализді аяқтадық. Фундаменталды анализдің әлі де көп көрсеткіштері бар. Бірақ та мен сіздерге өзім ең қатты қарайтын инструменттерді көрсеттім. Сол себепті келесі біз техникалық, яғни анализ бойынша компанияны енді дәл қазір сатып алуға стоит па? Біз басында жалпы стоит па деген сұраққа жауап бердік. Ал екіншісі дәл қазір алуға стоит па деген сұрақтың жауабын енді біз техникалық анализ арқылы табамыз. Кеттік. Ол қалай жасалады? Техникалық анализ дегеніміз, ол компанияның мына графигіне қарап, ол стоит па, не стоит па деген нәрсені көреміз. Мысалы, біз бірден не көріп тұрмыз? Қараңыздар. Мынау фиолетовый линия бойынша компанияның бір пикі болды.
екінші пикі болды, үшінші пикі болды, төртінші пикі болды. Яғни мынау уже мына жақта негізі тағы да құлайтын болатын болса, ол кезде значит компания уже ақырындап құлау трендіне өтіп жатыр деген сөз болатын еді. Ал бұл жағдайда ол осыны бұзып, дальше кішкене өсіп қайта құлапты. Енді қазір кішкене күту керек. Бірақ та бұл жақта бізде бұның бәрі енді особо графикпен қарап отыратын біз трейдер болмағаннан кейін бізге жалпы 4 қана циклды түсіну керек. 4 қана цикл деген қалайдан кез келген компания өзінің 4 түрлі циклмен өмір сүреді. Біріншісі ол өсу, екіншісі эйфория, үшіншісі құлау, төртіншісі консолидация. Яғни просто так осылай боковик болып жүру. И біз бұл жағдайда не көреміз? Мысалы компания міне өскен, потом ақырындап құлаған, потом қайта өскен, қайта құлаған. Бұл жағдайда біз нақты не істеп жатқан компанияны түсінбейміз. Сол себепті мен сіздерге более понятный бір инструмент көрсетейін. Мысалы біз давайте Marvel деген өзіміз кірген компанияны көрсетейін. Мысал қараңыздар, компания қалай жүрді? Не, қанша уақыт бойы консолидация келді, фук өсті. И мына кезде уже эйфория басталып кетті. То есть адамдар уже компанияның өте көп сеніммен бәрі алып бастады. И соответственно бұл компания қазіргі уақытта яғни 151 деген новый пикына жетіп бастады. Бірақ та бұл компания біз қай кезде кірдік? Біз где-то 80 кезінде кіріп, 100 кезінде сатып, өзіміздің 20-25% пайдамызды алып шығып кеткен болатынбыз. Бұл жағдайда біз не көреміз? То есть дәл қазіргі уақытта компанияны алып стоит па? Жоқ, не стоит. Неге? Өйткені ол уже бізде эйфория фазасында. Эйфория фазасы деген не десеңіз, ол уже адамдардың бәрі аштықпен барады, акцияны ала береді. И ол бір моментта фук етіп құлай салады. Мысалы, дәл осы жағдай бізде немен болды? Бізде өте понятный нәрсе, ол бізде ол күміспен болған. Естеріңізде болатын болса, міне күміс консолидация болды. Не өсті, не мына моментта уже кетті, эйфория кетті, уже мына кезде уже чисто спекуляция, адамдардың бәрі өтірік ала берді, көрінген адам алып кетті ғой. Потом не өсті, фук құлады, дыңқ етіп құлады, и міне мына жақта бізде консолидация болып бүйтіп жүр. Не өспейді, не құламайды, чуть-чуть қана қозғалып жүр. И сол себепті біз осылай графикқа қарау арқылы акция қай этапта? Егер де мынандай этапта болатын болса, онда енді қысқа мерзім үшін может иногда жақсы сделка шығып қалуы мүмкін, бірақ та ұзақ мерзім үшін ол өте опасный дүние. Себебі былайына құлайды да, ол ешқашан сіз алған бағаңызға қайтып келмей қоюы да мүмкін. Сол кезде сіз шынымен қиналып қаласыз. Сол себепті осылай акцияны қараған кезде бірден көру керек. Егер де пикта тұратын болса, лучше кіре салған дұрыс болады. Себебі пикқа ол енді қалай келіп жатыр, немен келіп жатыр, оны біз білмейміз ғой. Сол себепті жаңағыдай осы 4 түрлі циклдың қайсысына келу керек, қайсысы сәйкес келеді, соны біз жақсылап білуге. Біріншісі өсу, эйфория, қатты пикқа кетіп қалу, құлау, одан кейін консолидация. Осылай жай ғана шетпен жүру. И осы кезде біз нақты компания кіру стоит па, не стоит па, давайте Apple-ды қарайық. Так, Apple-ды қарайтын болсақ, Apple бізде қазіргі уақытта өскен, құлаған, консолидация болған, кішкене қайта өскен. Более-менее нормально. Бірақ та бұл енді әлі бізге показатель бермейді, себебі біз келесі инструменттерге қарайтын боламыз. Так, хайптың шыңы емес, более-менее өсу барысында, то есть нормально кіруге болатын деп айтайық. Хорошо, келесі support resistance дейді, баға қолдау деңгейіне ме? Қолдау деңгейі деген не десеңіз, мынаны көрдіңіздер ма? Астында көк сызық тұр, и қарасаңыздар міне, акция келген, көк сызыққа түскен, 244 деген. Содан кейін өскен. Тік, құлаған, қайта өскен. Құлаған, қайта өскен. Получается, бұл компанияның support деңгейі дейді, resistance деңгейі, ол бізде мынау 244-245 деген баға. Осы бағаға келген кезде үлкен фондтар, үлкен ақшасы көп адамдар осы кезде акцияны сатып алған. И бұл дегеніміз не деген сөз, что именно осы бағаға келгенде желательно акцияны алу керек. Енді қараңыз 245 деген баға қолдау деңгейі, бірақ компанияның бағасы уже 266. Бұл дегенімізге не болады? Тоже сигнал болады, то есть біз енді кішкене дальше қозғалғанда уже кішкене пайдамыз табамыз, бірақ та прям идеальный момент емес. Егер мына момент болған кезде, мысалы 249, хотя 250 болатын болса, мен мысалы кіретін едім. Ал қазір мысалы уже кіру не стоит деп ойлаймын. Жалпы сол себепті осылай компания қай бағаға келіп дальше өсіп жатқанын біз тоже өзімізге зерттеп қарау керекпіз. Сол кезде бізде уже понятно болады, что именно қай бағаға келгенде үлкен фондтар сатып алып жатыр. И осы арқылы біз support resistance деген нәрсені түсінеміз. Келесі бізде мынау RSI деген нәрсе, бұл деген өте керемет нәрсенің бірі. Себебі осы арқылы біз компанияны дәл қазіргі уақытта алу стоит па, не стоит па, бірден түсіне саламыз. Өте оңай нәрсе. Ол бізде мына жақта жазылып тұрады. RSI 14 күннің ішінде 56 деген показатель. 56 деген показатель біз үшін жақсы, себебі 50 мен 60-тың арасында жүретін болса, бұл компанияны, яғни перекупленный дейді ғой, то есть перекупленный деген слишком көп адамдар артығымен сатып алып тастамаған, яғни дәл идеальный нейтральный момент болып тұр. Иногда ол перепроданный болады. Егер ол 70-тен асып кететін болса, оны слишком көп сатып алып тастаған. Ал 30-дан төмен болатын болса, значит ол арзан, әлі ешкім алмаған.
Біз енді идеально сол 70 мен 60-ның арасында аламыз, чтобы более-менее ешкім сатып алмаған, нейтральный моментта, не перекупленный момент, но бірақ та өсу барысында болатын болса, біз үшін ол идеальный момент. Сол себепті біз мына жаққа галочка қоямыз. Одан кейін келесі бізде moving average деген нәрсе, SMA деген нәрсе болады. Ол бізде екіге бөлінеді, 50 және 200 деген. Бұл нәрсені тоже біз қарай аламыз. Астына кіремізде, мына жақта бізде SMA деген нәрсе болады. SMA 20, 50 және 200. Бізде SMA 50 деген не? Ол соңғы 50 күндегі компанияның бағасы содан жоғары ма? Ол бізде мына тұрған оранжевый сызық. Оранжевый сызығымыз қайда? Не тұр? Оранжевый сызықтан выше. Все, хорошо. Біз үшін бұл плюс, неге? Өйткені компания қысқа мерзімде өсу барысында. Потом мына более көрінбей тұрған сары сызық, ол бізде не болады? Одан да выше екен, ол бізде 251 деген орташа баға, ол дальше кеткен содан. Все, хорошо дейміз. И 20 күннің ішінде де, баш 20 күндіктен, жоқ, 20 күндіктен чуть төмен екен, 20 күнде ол кішкене құлау барысында екен. Бірақ та біз үшін ең маңызды нәрсе не? Ол 50 мен 200, екеуінен де жоғары, значит, тоже галочка қоямыз, себебі бізге өсу барысында акция кірген более-менее тиімді болады, өйткені ұзақ уақыт ақшамызды заморозить етіп тастамаймыз. Потом келесі нәрсе volume деген нәрсе, көлем. Көлем деген не деген десеңіз, мысалы қараңыз, біз сияқты қарапайым инвесторлар $10, $100, $1000, $2000 қалады. Үлкен фондтар 500 миллион, 600 миллион, 100 миллион қала салады. И олар өздерінің үлкен объемдарын көрсетеді. И бұл жағдайда біз мына жақта күшті бір объемды көріп тұрған сияқтымыз. Ол мына тұрған сызық. Қараңыздар, мына сызықтың астында ұзын бір сызық тұр ғой. Бұл ұзын бір сызықтың мағынасы неде? Ұзын бір сызық қалай келген десеңіз, опять же бағанағы 245 деген баға кезінде үлкен фондтар бұл компанияны тағы да сатып алған. Ол не деген сөз? Нарық ашылған, мына кезде ашылған. Потом оның бағасы алғанда құлаған мына жаққа дейін. Примерно соғыс кезінде. Бірақ осы құлаған кезінде жаңағындай үлкен фондтар объеммен алғанда үлкен объеммен сатып алып бағаны қайтадан 254-ке дейін көтерген. Бұл не деген сөз? Мына моментта үлкен фондтар үлкен ақшамен бұл компания кірген. Бұл акцияны сатып алған. Сол себепті дальше уже соғыс аяқталып кішкене жақсы жаңалықтар шыққаннан кейін оның бағасы тағы да дальше өскен. И мына кезде тағы да кішкене сатыпты. И біз осы арқылы көре аламыз, что компания өсіп жатыр ма, құлап жатыр ма? И мына объем деген нәрсе ол біз үшін өте үлкен плюс, себебі үлкен игроктар кіріп жатыр ма? Ол біз үшін плюс, себебі біз дәл солардың инструменттерін қайталау керекпіз. Все, получается, объемға тоже галочка қоямыз. Мынандай ұзын сызықтар болатын болса, ол біз үшін үлкен плюс. Оны зерттеу енді тоже отдельно үлкен тақырып технический анализ деген. Енді біз ұзақ мерзімді инвестор болған себепті біз енді сіздерге база осындай үлкен астында сызық бар ма, мынандай support дейді, бағана мен айтқандағыдай зона поддержкадан өсіп жатыр ма, значит бұл үшін үлкен галочка, прям күшті галочка, и біз оны өзімізге жазып аламыз. Келесі, енді осыны біз техникалық және фундаменталды анализ бойынша так бізде нелер пайда болды? Біз не көрдік? Что бізде плюстар да бар, минустар да бар, қарызы, қолдау деңгейіне кішкене өсіп кеткені бар, и осындай кішкене минустарын көрдік. Соңғы 6 айда ешкім сатып алмаған, оны да көрдік. Но енді қаншалықты? Мен мысалы оннан где-то 7 деген баға беретін едім. Сол себепті енді келесі үшінші стратегиялық шешімдерді қабылдаймыз. Мысалы біріншінде бұл swing trade па? Swing trade деген не? Оны сатып аласың, 2-3 аптаның ішінде, 2-3 айдың ішінде сатасың. Swing tradeқа негізі более-менее можно деп ойлаймын, себебі объем бар, және более-менее жақсы, показатель жақсы, өсу жақсы, тағы да бір өсіп, дальше құлауы мүмкін деген сияқты мысалы өзімізге шешім қабылдаймыз. Екінші take profit қандай бағаға дейін баруы мүмкін? Мысалы менің ойымша ол 287 деген бағаға дейін баруы мүмкін. Егер де кадр бағасы 266 болатын болса, осы бағаға дейін баратын болса, ол қанша үстінен примерно 8%, 7% деп пайда табамыз. Ол үшін стоит па, не стоит па? Мен білмеймін. Мен кірмейтін едім. Все. Потом стоп-лосс. Стоп-лосс деген қай баға десеңіз, осы 245 деген бағадан төмен түсіп кетсе, мысалы 243-ке, 44-ке стоп-лосс деген нәрсені қойса болады. Стоп-лосс дегенде трейдингпен айналысатындар жақсы біледі. Ол деген компанияның бағасы түсіп кеткен кезде автоматически оны сатып жете салады. Сол арқылы сіз не істейсіз? Өзіңіз қатты минусқа кетіп қалмайсыз и капиталыңызды заморозить етпейсіз. Ал бірақ та ұзақ мерзімді инвестор болсаңыз, сіз не істейсіз? Наоборот, мысалы, құлады ма, құлаған кезде тағы да көп сатып аласыз. Сол кезде сіздің болашақ пайдаңыз көбейеді. Мысалы, мына жақта құлады, құлаған кезде көп сатып алдыңыз, мына кезде саттыңыз, болды, сіз уже жақсы пайдадасыз. Сол себепті енді менің стратегиям бойынша біз ешқашан минусқа сатпаймыз. Біз минус кезінде наоборот көбірек сатып аламыз да, объеммен жинаймыз. И жинағаннан кейін жаңағындай үлкен плюсқа шыққанда 20-30%-мен үлкен пайдамен сатамыз. Сол себепті осы нәрсені тоже білу керек.
Келесі маңызды чек-листтердің бірі ол бізде не десеңіз, ол диверсификация деген инструмент. Ол деген қалай? Мысалы, сіздің өзіңізде 10 миллион теңге бар ма? Сол 10 миллион теңгенің қаншасымен осы акцияға кіресіз? Мен обычно 10-15%-мен ғана кіремін. Себебі яғни бір акцияда бүкіл ақшаңызды ұстап, оны заморозить етіп тастамайсыз. Мысалы, кейбір адамдар болады, анда 30-40% бүкіл акция салып тастайды. Одан кейін ол акция ұзақ уақыт минуста жүрсе, адам настроениесі болмай жүреді деп бүйтіп ойланып ше. Сондай нәрсе болмас үшін сіз ары кетсе 10-15%-мен кірген тиімді болады. Зато сіз 5-6 акцияға бірден кіріңіз. Сол кезде сіздің енді кейбіреулер уже пайдасын беріп бастайды, кейбіреу уже ақшаны шығарып бастайды, сол ақшаны уже қалған акцияларға сала бересіз. Яғни осылай тиімді болады. Енді мен мысалы 10-15%-мен кіргеннің өзінде де мысалы 10 мың доллардың мен бірінші 5 мың доллармен кіремін. Потом қарай тұрамын, тағы да құласа тағы сатып аламын. Ал өсіп кетсе, уже қанағат қылып, сол пайдамен және шыға беремін. Лучше басқа келесі акцияға кіріп, және капиталымды айналдырамын. И сол себепті осы диверсификация кезінде осы нақты түсіну керек, қанша ақшамен кіремін. Хорошо, мен бөлінген миллион теңге. И қаншаумен дәл қазір кіремін. 50%-мен, так қаншауны докупать етемін. Алдын ала жазып қоясыз, и сол бойынша ешқандай эмоциясыз шешімдерді қабылдап, уже акцияға кіріп отырасыз. И осы арқылы сізде диверсификацияңыз әдемі болады, и жақсы жалпы пайда табасыз. И осы чек-листтердің ішіндегі келесі маңызды моменттердің бірі, ол бізде жалпы нарықтың деңгейі қандай. Мысалы, оны біз қалай тексереміз, бізде мынандай CNN Business деген сайт бар. Жалпы Fear and Greed Index деген нәрсе. Fear деген қорқыныш, Greed деген ашкөздік. Қорқыныш және ашкөздік индекс арқылы біз оның 68-де тұрғанын көреміз. 68 деген не деген сөз? 68 деген бір сөзбен айтқанда адамдар слишком аш деген сөз. Extreme Fear деген адамдар слишком қорқып жатыр. Слишком қорыққан себепті олар просто так и так-то жақсы нормальный бизнестерді сатып бастайды. Ақшамды жоғалтып аламын деген қорқынышпен. Сол кезде наоборот сатып алу керек. Ал Greed пен Extreme Greed кезінде наоборот кішкене уайымдау керек деп айтады Уоррен Баффеттің өзі. Себебі ол кезде лучше сен күт. Себебі ол кезде алған опасный. Себебі сен пикті алып қойсың, пикті алғаннан кейін құлайды, қалғаннан кейін ол ешқашан өз бағасына келмей қоюы мүмкін. Ал Extreme Greed пен Fear кезінде енді қорқынышты ғой, бәріне қорқынышты, акцияның бәрі қып-қызыл құлап жатады десең алғың келмейді деп, наоборот сол кезде алу керек. Мысалы, осы жақында ғана біз көрдік, қаншама менің және клиенттерім бар, мен олар давайте қорқса да алыңдар деген. И сол моменттің өзінде мысалы бір аптаның ішінде нарық алты 20%-ға, 15%-ға, 30%-ға, 40%-ға өсіп кеткен акциялар бар. И сол кезде және қорыққан кезде наоборот алу керек. Сол қорықпай қасыңызда айтып отыратын адам болса, өзіңізге намного жеңіл болады. Енді біз бұл жағдайды не көріп тұрмыз, что адамдарда ашкөз сатып алып жатыр. Бірақ енді прям ашкөз емес, но ашкөз болып тұр. Менің ойымша бағанаға мен айтқандағыдай, сол примерно сол 200 қанша? 266 ма? Сол 280-ге барып келу мүмкін. Енді ол 7-8% пайда береді, бірақ та мен үшін ол кеми стратегия ма, мен үшін хотя бы 20-30% пайда берсе, более керемет болады. Себебі маған солай капиталын айналдырған оңайырақ, тезірек, и мен осындай шешімдерді өзім қабылдаймын. Сол себепті осылай біз фундаменталды және техникалық анализ жасай аламыз, және өзіміздің жеке шешімдеріміз арқылы капиталымызды басқарып, осы арқылы жалпы ақша табамыз. Жалпы бұл видео кейбір адамдарға қиын болуы мүмкін, кейбір адамдарға оңай болуы мүмкін. Мен енді максимально жеңіл тілмен түсіндіргім келді. Себебі өзім математика пәнінен мұғалім болғам, кезінде де осындай қиын нәрсенің бәрін жеңіл тілмен түсіндіруге ұмтылатынмын. Сол себепті жалпы осылай біз аналитика жасай аламыз. Осы аналитика арқылы сіз өзіңізге дұрыс акция таңдап, дұрыс акция арқылы жақсы пайдаңызды таба аласыз. Бірақ та енді кейбір адамдар болуы мүмкін, мен өзім осылай отырып аналитика жасағым келмейді деп. Мен сіздерге шынымен де айтайын, аналитика деген ол өте қиын жұмыс. Себебі бұл ақш-та кәдімгідей таңғы сағат 10-нан кешкі сағат 6-ға дейін отырып, күні-түні аналитика жасап, жаңалық оқып, күні-түні осы показательді қарап отыратын адамдар үшін арналған. Ал егер сіз дәл осы аналитика жасағыңыз келмесе, менде сізге күшті шешім бар. То есть бұл жақтағы шешім қандай десеңіз, мен өзімнің каналымда, яғни жабық каналым бар, ол каналымда сопровождение деп аталады. И сопровождениенің ішінде мен өзім, яғни айына где-то 3-4-5 акцияға кіріп отырамын. И сол акцияларға қай уақытта кіру керек және қай уақытта шығу керек, соны мен максимально шынайы түрде жазып отырамын. То есть реально времени. Сіздің басты мақсатыңыз не? Дәл мен кірген күні кіріп, дәл мен сатқан күні сатып шығып отыру. И осы арқылы сіз өте жақсы, яғни өзіңіздің пайдаңызды таба аласыз. И ол пайда табу үшін ешқандай уақыт құртпайсыз, анализ жасамайсыз, яғни максимально довериемен кіресіз. Неге? Өйткені мен өзім кірмейтін, өзім сатып алмайтын акцияны бөліспеймін. Ал мен үшін де ақша жоғалтпау, ақшаны көбейту маңызды. Сол себепті сіз максимально менімен бірге-бір один в один әрекеттерді жасап отырасыз. Яғни осы нәрсе бізде сопровождение деп аталады. Егер де сізде хотя бы 1 миллион теңге ақша болатын болса, мен сізді осы сопровождениеге шақырамын. Өйткені осы арқылы біз және де бірге инвестиция жасап капиталымызды көбейте аламыз. Ол жайлы толық ақпарат қалай алуға болады десеңіз, мен төменде анкета қалдырып кетемін. Сол анкетаны толтырыңыз, өзіңіз жайлы кішігірім айта кетіңіз, одан кейін мен сізбен өзім жеке байланысқа шығамын, и осы арқылы бірге және де табысымызды тауып капиталымызды көбейте аламыз.
Ал егер де бұл видео пайдалы болса, міндетті түрде лайк қойып, комментарий жазып, өзіңіздің достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Келесі қандай тақырыпты шығарайын, қай нәрселерге қызықты болды, қай жерде түсініксіз болып қалды, міндетті түрде жазыңыз. Ал егер де прям жеке сұрақтарыңыз болатын болса, біздің телеграм канал бар, телеграм каналға тоже өте кетіңіз. Сол жақта мен пайдалы информациямен бөлісемін, тегін эфирлер өтемін. Осы арқылы сіздердің осы инвестициялық сауатыңызды көбейтіп, білімдеріңізді көбейтетін боламын. Сол себепті алдағы уақытта кездескенше бәріне қош сау болыңыздар.